Ардақты ағайын, Ләйлім есімді кішкентай қызымыз Абайдың мерейтойына орай ақын өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын маған да жолдаған екен. Абай шығармалары әлі күнге өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Сол себепті ұлы ойшылымызды әлем мойындайды. Сондықтан бұл бастаманы мен де үлкен қуанышпен қабыл алдым. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыры мен сымбат. Арзан, жалған күлмейтін шын күлерлік ер табылса, жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ ұққанынша. Сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Абай өлеңдерін оқу эстафетасын Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Ерлан Карин мырзаға және айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева ханымға жолдаймын.